Синтаксистік қатынастар үш түрлі жолмен қатынасады. Олар анықтауыштық қатынас, толықтауыштық қатынас және пысықтауыштық қатынас. Анықтауыштық қатынас олар матасу және қабысу арқылы жасалған байланыс түрлерінен болады. Баланың кімнің ойыншығы 4 кітап тағы басқа, қанша кітап 4 кітап, кімнің ненің қандай, неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Толықтауыштық қатынас ол меңгеру арқылы жасалған байланыс түрінен болады. Оқуға келу, неге келу, сөзді тыңдау тағы басқа, нені тыңдау деп сұрақтар қоямыз. Кімден нені, кімге неге, кімде неде, кімнен неден, кіммен немен деген сұрақтарға жауап береді. Ал пысықтауыштық қатынастар болса бізде меңгеру, қабысу, жанасу арқылы жасалған байланыс түрлерінен болады. Бүгін ашылмақ, қашан ашылмақ, жеңіл киіну, қалай киіну тағы басқа деген сұрақтарға жауап береді. Қайда, қалай, қайдан, қашан, қайтып деген сұрақтарға толық жауап бере алады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай бізде жаңа байланыс түрлері 5 болады. Олар матасу, қабысу, меңгеру, жанасу, қиысу. Енді осының ішіндегі матасу бізде анықтауыштық қатынас болады екен. Меңгеру болса бізде толықтауыштық қатынас және пысықтауыштық қатынас бола алады. Қабысу болса бізде анықтауыштық қатынас және пысықтауыштық қатынас болады. Ал жанасу болса бізде тек қана пысықтауыштық қатынас бола алады екен. Осыны есте сақтап алыңыздар, қиысу әзірше жоқ. Енді лексика грамматикалық мағынасына тоқталатын болсақ, синтаксистік қатынастардың бұл арада жаңағы анықтауыштық қатынас байланыстықты алып, мысалы Гүлсімнің құрбысы Айшаның әпкесі тағы басқа, мекендік, мезгілдік, таудың гүлі, жаздың күні тағы басқа, бүтіннің бөлшегі, мысалы бөлменің қабырғасы, 3-тен 2-сі тағы басқа, жалпы есімнің жалпы есімге қатыстылығы, Абай мұражайы, Астана қаласы тағы басқа. Түр, түс, рең сипаты, мысалы ақ қағаз, көк аспан тағы басқа, көлемдік мағына, кең дала, жалпақ бет, жоғары қабат тағы басқа. Зат есім ілік септігі немесе зат есім тәуелдік жалғау арқылы жасалынады. Сын есім, зат есім, сан есім, зат есім деп те жасалына береді. Толықтауыштық қатынаста лексика грамматикалық мағына болады. Бізде сындық сапаның затқа қатыстылығы, мысалы оқуға ынталы, тілге шешен, іске шебер тағы басқа. Қимылдың негізі, ыстыққа күйу, отқа жану, буға пісу тағы басқа. Қимылға қажетті зат, орамалға түйу, қағазға жазу тағы басқа. Бағыт бағдар, үйге кіру, дүкеннен шығу, заттық сапасы, мысалы жусаннан биік, қағазға мығым, сөзге сараң тағы басқа. Зат есім, қимыл есім, зат есімі, сын есім деп жасалынады. Пысықтауыштық қатынастың лексика грамматикалық мағынасы, ода жаңағы істің мезгілі білінеді. Біріншіден, ерте тұру, кеш келу, кеш жату, ерте жату тағы басқа. Немесе істің мекенін білдіреді, жаңағы Астанаға бару, ауылдан қайту, қалаға қайту деген сияқты. Істің сын қимылы, баппен сөйлеу, жылдам жүру, жылдам жүгіру, жалтақтап қарау тағы басқа. Істің мақсаты, мысалы қасақана білдіру, жорта білмеу, әдейі келу тағы басқа. Мысалы бізде мақсат істеуін білеміз біз, қасақана, әдейі, жорта деп. Сол сияқты жасалынады. Демек бұл бізде істеу етістік немесе зат есім етістік деп жасалынады екен. Істің себеп салдары, мысалы қорқыныштан қалтырау, ұялғаннан үндемеу тағы басқа. Енді сөз тіркесінің түрлері. Сөз тіркесінің түрлері, мысалы зат есімді тіркестер болса, ағаш күрек, аласа төбе, 10 оқушы, сүйкімді бала тағы басқа болады. Сын есімді тіркестердің болса, ұзын бойлы, үлкен денелі, сөзге шешен, іске шебер тағы басқа болады. Ал сан есімді тіркестер болса, балалардың 3-еуі, 2-ден 1-і, тамыздың 12-сі тағы басқа. Етістік тіркестер болса, мектептен шығу,
апасымен келу, әдейі айту, көп іздену тағы басқа болады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.